Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге сәбіз қосылған крем чизбен пирог дайындайтын боламыз. Пирогымыз өте керемет болып шығады, жүп-жұмсақ, дәмі деген ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, біркелкі аппақ масса болғанша миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. Міне осылай аппақ болып шығу керек. Енді осының үстіне разрыхителімізді, жарты шай қасық ас содамызды және ванилинімізді салып миксерлейміз. Одан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап миксерлейміз. Керемет болып шығады. Және де сәбізімізді алдын ала үкіштің майда көзіне өткізіп аламыз. Енді жұмыртқалы массамызға қосамыз. Оны да тоже миксерлейміз. Керемет әдемі болып шығады. Сәбіз ерекше дәм береді пирогымызға. Енді майдаланған грек жаңғағын саламыз. Оны да миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне осылай әдемі болып шығады массамыз. Енді оның үстіне ұнымызды салып, бірінші лопатканың көмегімен, содан соң миксердің көмегімен ұнның түйіршіктерін жасатын боламыз. Қонақтарыңызға берсеңіз, міндетті түрде рецептін сұрайтын болады. Және бір жасағаннан оп-оңай шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығы біркелкі болған соң шетке алып қоямыз да, енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз творожный сырдың ішіне шекерімізді және жұмыртқамызды салып, осылай бірінші қасықтың не болмаса шанышқының көмегімен араластырып, шамалы езіп аламыз. Миксермен араластыруға ыңғайлы болу үшін осылай бірінші түйіршіктерін жазып алуымыз керек. Енді осылай миксерлеп, барлығы біркелкі масса айналғанша миксерлейміз. Онан соң біз пирогымызға құюға ыңғайлы болу үшін кондитерский мешогымызға құйып, қойып қоямыз. Формамның астын мен осылай жаптым. Менде 26 сантиметрлік форма. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, көз мөлшермен бөліп, или болмаса таразымен бөлсеңіз болады. Осылайша барлық жеріне жайып, енді оның үстіне жаңағы мешокқа құйылған крем чизімізді құйып, біркелкі етіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, астына пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне осылай жаямыз. Енді қамырымыздың қалған екінші бөлігін үстіне салып, барлық жеріне тегіс қылып лопатканың көмегімен жаямыз. Міне осылай шығады. Керемет болып шығады. Енді кольцодан босатып, 2 сағатқа суытып, онан соң 2 сағатқа холодильникке салып қойып